Мен Салтанат Мергенбайқызы. Маңдайға жазылған тағдыр кітаптың ішіндегі сөздер арасындағы бос орынға өзімнің таңдау мүмкіндігімнің сөздерін жаза бастадым. Мені мұндай батылдыққа жетелеп алып келген психоаналитик, Орталық Азия психоанализ институтының директоры Анна ханым Құдиярованың психоанализ негіздері курсы. Психоанализге келгенше мен кім болдым? Мен өз жан дүниемді түсіне алмаған, өз қалауым мен өзгенің қалауын ажырата алмаған, сезімдерімді тұншықтырып, жұрт не дейді, анау не дейді, мынау не дейтіннің жетегіне байланып, арманыма адаспай жетуді армандағаным мен оған жету жолын білмей келген жан екенмін. Ал маман ретінде кабинетіме жылап келген оқушының жан дүниесіндегі болып жатырған буырқанған сезімдерді шығаруына көмектесе алмағандай, жан жарасын дұрыс таң алмағандай сезімде жүрген маман болыппын. Психоанализ негіздері курсын оқу барысында осыны түсіндім. 2021 жылдың қараша айында осы курсты оқуға шешім қабылдап, 2022 жылы 6 айлық курсты оқып тамамдадым. Курсты оқу кезіндегі 6 ай менің өміріме ауқымды өзгерістер алып келді. Психоанализ негіздері курсын оқу барысында жарық дүниеге келген кезімнен бастап, осы кезге дейінгі болған әр сәттің, әр оқиғаның менің болашақ өміріме, осындай адам болып қалыптасуыма қалай әсер еткенін түсіндім. Өткен өміріме бірде аянышты, бірде қуанышты сезіммен еске ала отырып, шешілмеген түйіндерді шештім. 35 жасыма дейін аяққа таптаған армандарым мен айқын мақсаттарымды емін-еркін орындауға мүмкіндік алдым. Курстан кейін өзімді ғана емес, айналамдағы адамдардың, отбасымдағы адамдардың жан дүниесін түсіне бастадым. Соның арқасында жағымды қарым-қатынасқа қол жеткіздім. Ал жеке тұлға ретінде жаныма жайлы орта таптым. Маман ретінде өз еңбегімді жоғары бағалауды үйрендім. Маман ретінде оқушылардың жан дүниесін терең түсіне бастадым. Курс барысында өткен супервизияға қатысып, тәжірибе жинадым. Кейін институт маманы өткізетін супервизияға тұрақты түрде қатысатын болдым. Себебі мен кабинетіме келген оқушының өзге де жанның жан дүниесіне құрметпен қараймын. Өзімнің жанымды, бейсанамды тану жолы мұнымен аяқталған жоқ. Өз психологымның көмегімен өз жанымды зерттей бастадым. Бұл күрделі әрі қызық, ұзақ жол. Дәл қазіргі уақытта адал жар, аяулы ана, өнегелі келін болумен қатар, тұлғалық дамуға күш салып жүрген, жаны мен тәні үйлесім тапқан бақытты жанмын. Мен де Салтанат апайдың қабылдауына жазылған оқушылардың бірімін. Мектеп өмірі, ұбт, тағы да басқа күнделікті өмірдегі мәселелерден жасөспірімдерде көптеген стресс, депрессиялар болады. Сондай кездерде Салтанат апайдың қабылдауына жазылып, апаймен әңгімелескеннен кейін ішімдегі барлық алай-дүлей сезімдер басылып, яғни өзімді қалыптастыру жолында апай өте көп көмегін тигізді мағанда. Өмірдегі мақсаттарымды айқындай білдім. Жалпы қазіргі таңда мектепте психологтың көмегі өте қажет. Әсіресе біздің мектепке келетін болсақ, біздің мектепте көбінесе жасөспірімдер оқиды. Ал жасөспірімдерге осы уақытта оларға психологтың көмегі аса қажет деп ойлаймын. Біздің мектепте Салтанат апайдың қабылдауына жазылатын оқушылар өте көп, соның бірі мен болдым. Мен өзіме қиын болған сәтте және бір таңдау керек болған сәтте мен Салтанат апайдың көмегіне жүгіндім. Салтанат апай маған қатты көмектесті, мен өзімді жеңіл сезіндім. Жалпы психологтың көмегін мен жалпы бұрын түсінбейтін едім. Салтанат апайға келгелі бері мен осыны түсіндім.